Сәлем достар, қалдарың қалай? Қош келдіңіздер тағы да біздің каналға. Өткен аптада біз айтып өткен нәрселердің барлығын тізіп жазатын болсақ, біріншісі біз принтермен мәселеміз шештік. Яғни бас аяғы 800 мың теңгеге бізге ремонтқа шықты. 2 принтер келе жатыр жолда. Одан кейін екіншісі біз Лаура деген қызымызды жұмысқа алатын болдық. Ол personal assistant, яғни осы бүкіл видеосъемкілер және басқа да бір жобаларымызды журналистикаға қатысты сол қызымыз жүргізетін болды. Және одан бөлек біздің шынымен де жаңағы 3 айдан жоғары қарай рекламаға беретін адамдарды, яғни пиар статьяларды жазу үшін маңызды клиентіміз, партнеріміз ол Додо Пиццамен келісім шартқа отырдық. Додо Пиццаның қасында да ынтымақ базары, осы Қаскелеңнің жергілікті ең үлкен базарларының бірі, сол келіп отырды. Міндетті түрде квестті қоямыз. Квесттің де сұрақтары қызық болайын деп жатыр, Құдай қаласа. Және ең алғашқы біздің клиентіміз ретінде 12 айға отырған ол Алматерм компаниясы болды. Алматерм компаниясына Джакуға отдельно рахмет. Өте керемет, жақсы саясат деп ойлаймын. Және біз айтып отқан нәрсеміз сіздерге фотоаппарат, фото-видео студия үшін кеткен қаражаттың көлемі шамамен 750 мың теңгенің көлемінде болды. Мына жерде шығып жатқан шығар ол списокте. Және одан бөлек біз бірінші тұңғыш Қаскелең такси, яғни Сәлем Қаскелең деп атын қойдық. Сол жерде көрермендермен бірге. И сол такси программасын жасадық. Өзіңіздің кішігірім көрсеңіз болады. Бұл жерде бір ғана ақаулық кетті, жігіттер. Доверяй, но проверяй дейді. Біз жолда бір таныс жолдас кісілерімізге сол фирменный бланкты машинаны брендировать етуге бергенбіз. Бірақ уақытында істеп үлгермеді. Сол үшін тіпті бір әжеден біз не сұрадық, кешірім сұрадық. Не үшін, неге машиналарына онда полный брендировать етпейсіңдер деп айтты да, жолда таксовать етіп жүргенде. Одан бөлек жаңа жаңалықтарымыздың бірі, ол біз Vine түсіре бастадық. Яғни өткенде айттық қой, Instagram аккаунтын бөлек дамыту үшін оған Vine'ді түсіре бастадық. Қазір сюжет белгілі, біреуі точно мафиози болады, то есть мафия 90-шы жылдар бәлкім сондай форматта болады. Және екіншісі ол жас өспірім балалардың арасындағы спортқа қатысты бір тақырыптарда қозғалады. Әзіргі күнде осы екеу. Жігіттер, сосын біз құрметті тыңдармандар, қазір білем сіздердің ақыл ойларыңызды сұрайық. Біз өзіміздің газетімізде бірінші жылдық маусымда мынандай бір жобаны қосқымыз келіп жатыр. Яғни стартап проекттерге көмек жасау. Қазір таңда пилоттық жоба ретінде iCapitalist компаниясы Нұрбек Раев бауырымыздың беріп атқан мүмкіншіліктерін сол жерде жариялаймыз. Яғни қалай айтсам екен, 3 миллионнан 30 миллион теңгеге дейін сіздерге компанияларыңызға бір көмек, инвестиция жасауға дайын ол кісілер. Егер проекттеріңіз 2 жылдан жоғары және айлық обороты кем дегенде 5 миллион теңгені құрайтын болса, онда осы жобаға қатыссаңыздар болады. Толығырақ мағлұматты біздің Қаскелең KZ жобасына шығарамыз. Одан бөлек біз қазір Қаскелең қаласына енді әкімшілікпен, одан бөлек даму, солармен Құдай қаласа алдымыздағы аптада міндетті түрде кездесу жасаймыз. Тақырыбымыз мынау болады. Қаскелең қаласына инвестицияны тарту қаншалықты керек, немесе керек емес. Не үшін деп сұрайтын болсаңыздар, шынымен де қолайлы бір жер, өте керемет халық, барлығы жақын. Осы жерде біз сырттан спонсорларды тауып, біздің газет арқылы бір телешоу немесе бір шоу форматында ең үздік 3 стартап проектке қалай айтсақ екен, инвестиция жасауға дайын болып отырық. Және сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз бізге маңызды. Бірінші орынға 1,5 миллион, екінші орынға 1 миллион, және үшінші орынға 500 мың теңге беруге дайынбыз. Егер бұл жобаны шынымен де қоптап, бұл видео, жігіттер, бұл видео 2000 просмотрдан асатын болса, және кем дегенде 200 лайк жинайтын болса, онда ол іс-шараны шынымен де қолға алуға бастаймыз. Және де мына жерде біздің қазір Instagram аккаунтымыз шығып тұр, плюс YouTube каналымыз тұр. Кез келген уақытта инвестор болғысы келетін Жезқазғанда, Қызылордада, Шымкентте, Атырауда, басқа қалаларда жүрген достарымыз, мені көріп жатқан көрермендер,
егер неге болмасқа деп қызықсаңыздар, қаскелеңді кезінде көрген болсаңыздар, жұмыс істеуге шақырамыз. Яғни бұл шоу, телешоуға спонсор болып, сол бастаған жобалардан 25% үлесіңізді алуға мүмкіншілік бере аламыз сіздерге.